Сәлем достар, сіздерге бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен сырнен шарики жасаймыз. Мен сіздерге бүгін ең оңай түрін көрсететін боламын. Ол үшін біз 300 грамм сырға үстіне 2 жұмыртқа қосамыз. Енді біз бұны жақсылап араластырып аламыз. Енді біз оның үстіне кішкене сүт қосамыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді біз оның үстіне ұн қосамыз. Енді тағы да жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бізде қамыр сияқты масса шығу керек. Достар, мінекей біздің масса дайын. Енді біз одан кішкене аламыз да доңғалақтап осылай. Енді біз оны ұнға батырып аламыз бүйтіп. Сосын тарелкаға қоямыз. Осылай барлық массадан жасап шығамыз. Мінекей біз бәрін жасап ұнға аунатып алдық. Енді біз бұны бауырсақ сияқты қызарғанша пісіреміз. Салған кезде 30-40 секундтай пісіру керек. Мінекей достар, біздің супер сырники дайын. Бұны міндетті түрде жасап көру керек. Дәмі маған өте қатты ұнады. Және де менің анама да өте қатты ұнады. Менде осындай 16 тал шықты. Шынымды айтамын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де сіздерге менің рецептім ұнаса, лайк басып арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Астамды болсын.